Сәлем, әлеуметтік желінің оқырмандары. Сіз тұратын көше айдарының бүгінгі цифрға Абай Құнанбаев атамыздың есіміне арналған көшеге арналады. Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, ағартушы, жазба қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген, Абай Семей облысындағы Шыңғыс деген тауды жайлаған. Тобықты руының ішінде 1845 жылы дүниеге келген. Абай ислам дінінің қағидаларын барынша құрметтейтін діни отбасында тәрбие алған. Оның әкесі Құнанбай қажы Тобықты руының өте ықпалды билерінің бірі болған. Абай ауыл молдасынан сауат ашып, кейін Ахмет Риза медресесін 3 жыл оқып тәмамдаған. Ол бала жасынан кітапқа құмар болады. Араб, парсы, түркі әдебиетінің үлгілерімен танысты. Абай қазақтың дәстүрлі әдет-ғұрпын, ислам дінінің қағидаларын терең меңгерген. Онымен білім жарыстырған молдалардың өзі қауіптенетін. Абай халық ауыз әдебиетінің үлгілерін өте жақсы білді. Мектеп қабырғасында жүрген кезден ақ өзінің алғашқы өлеңдерін жаза бастады. Орыс тілін тамаша меңгерген. 1890 жылдардан бастап үгітшілдіктің ұстаздық жолына түскен. Абай өлеңдері, қара сөздері, өсиеттері көп болды. 170 өлеңі, 57 аудармасы бар. Ұлы ақын келер ұрпаққа көптеген мұразымен есте қалды. 1904 жылы өз туған жерінде өмірден озады. Сіз тұратын көше айдарының бүгінгі түсірілімі осымен өз мәресіне жетті. Келесі қай көшені білгіңіз келеді? Комментарийге жаза кетіңіз.